Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет және де жедел төлемдер. Егер спорттан хабарларыңыз мол азамат болсаңыз және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Еске салайық, тек осы жазда тегін бонустар мен керемет конкурстар ұйымдастырылады. Бас жүлде су жаңа iPhone XS ұялы телефоны. Жандос промокодын қолданып, жеңімпаз болуға асық. BRICS-Bet сілтемесі төменде. Менің есімім Диего Армандо Марадона. Мен әлемнің үздік футболшысымын. Әлде қашан футбол ойнаған адамдардың үздігі. Түсінікті ма? Пеле? Жоқ, мен үздікпін. Барлық мансабыңда 1000-нан астам голды қалай соғуға болады? Ол не, ауласындағы соққан голдарын есептеген бе? Жоқ, рас айтам, менің Англия құрамасына соққан голымды көрдіңіз бе? Әрине көрдіңіз. Пеленің барлық голдарының арасында бұндай бірде-бір гол жоқ. Әрине маған қарсы манго әуесқойлар емес, нағыз кәсіпқой футболшылар ойнады емес пе? Шындығымды айтсам, заманауи футбол нағыз қоқысқа айналып кетті. Бұттарына қысқа шалбар киген мына қыздарды қараңызшы. Мынау не сонда, футболшылар ма не? Әрбір жанасудан жұмыртқалар ұшып кетеді, күлкіден жарыласын. Әйелдер футболын ешкім ұнатпайды емес пе? Мен әлем чемпионатын аяқтарында әзер аман сақтап, жолшыбай кокаин иіскеумен қатар ұтып алдым. Бұл нағыз жігіттердің ойыны болды. Қазіргі футболшылар сол кезде тек доп тасуға жарайтын еді, одан артық емес. Месси ма әлде Роналду ма? Мен былай жауап берейін. Марадона. Месси қаншалықты мықты футболшы болса да, одан түсер пайда не? Көз жастары ма? Алтын кубоктар қайда Лео? Кезіндегі Аргентина құрамасында менің командаластарым керемет футболшылар болмаса да, нағыз еркектер болатын. Жеңісті қолдан бермейтін, соңына дейін өліп талып күресетін нағыз еркектер. Қазіргі құрамада бәрі керісінше сияқты. Окей, шынымды айтсам, Роналду нашар ойыншы. Ол алаңға не үшін шығады? Ол шаш үлгісін бүлдіріп алады емес пе? Ақша. Қазіргі футболда ақша өте көп. Осындай ақша алсам, мен бірнеше әлем чемпионатын ұтар едім. Жоқ, мен рас айтам, бұл дұрыс емес. Олар не, күн сайын біреудің өмірін құтқарама не? Әлде келешек ұрпақты тәрбиеге салуда ма? Мүмкін олар бүкіл әлемді басқарып жатқан шығар. Жоқ, тағы да жоқ. Реклама, мақтаншақтық және кезекті өте желкенішті ойын. Міне бұл заманауи футбол. Кейде осыны ойласам, құсқым келеді. Заманауи футбол әрине көркі жағынан, эмоция жағынан әдемірек, мойындау керек. Қызғаншақтықтан емес әрине, бірақ сол кездегі футболды біз жан дүниемізбен, жүрегімізбен, махаббатпен жақсы көрдік. Ал қазіргі футбол кейде екі аяқтың ортасында қышиды. Сіздердің Марадоналарыңыз.